Шығыс Қазақстанда халықаралық Тур де Өскемен атты веложарыс өтті. Спорттық сайыс отандық велоспорттың 100 жылдығына арналып отыр. Айтулы шара облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен аймақта тұңғыш рет ұйымдастырылды. Тур де Өскемен веложарысы қазақстандық велоспорттың мерейтойы мен Тур де Франс әлемдік жарыстан жеңіспен оралған жерлестеріміздің құрметіне арналып отыр. Тың бастамаға Ресей, Америка, Британия сияқты елдерден қатысқан спортшылар көп болды. Олар шығыстың тұмса табиғаты мен қонақжайлығына таңданыстарын білдірді. Риддер қаласынан облыс орталығына дейінгі 135 шақырым қашықтықты бағындырды. Өте қуаныштымыз Өскеменге келгенімізге. Өйткені біздің ауа райы да бүгін жаңбыр жауады деп айтқан, ауа райы да бізге қолдау көрсетті бүгін. Тоқмади Мұратхан веложарысқа Алматы қаласынан арнайы келіпті. Ол ардагерлер арасындағы сайысқа қатысушы. Міне, кішкентай жас балалар 45 километр жүрген. Ол әркімнің қолдан келе бермейді. Сондықтан міне, біз сияқты ветерандар 135 километр, 135 шақырым. Ол да аз емес. Сондықтан да осыны міне қатысып, осы Шығыс Қазақстан еліне деген өзіміздің құрметімізді көрсетіп. Тур де Өскемен веложарысының мақсаты ел арасында салауатты өмір салтын насихаттауды көздейді. Спорт арқылы өңір табиғатына шетелдік меймандардың барынша назарын аудартпақ ниетте. Жеңімпаздардан бөлек сайысқа қатысушылар ерекше костюм, үздік каска номинациясы бойынша марапатқа ие болды. Бұдан былай халықаралық сипатқа ие спорттық шара Өскеменде дәстүрлі түрде өтеді. Зәуре Елдарқызы, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен.